Лимонның денсаулыққа пайдасы. Лимон бізге сонау Үндістан мен Қытай жерлерінен келген екен. Кезінде экзотикалық болған бұл жеміс қазірде елімізде орнығып, халқымыздың көңілінен шығып жатыр. Лимонның пайдасы мен зиянын біліп жүрейік. Достар, қазақша арнаға қолдау білдіріңіздер. Арнаға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің оп-оңай, кішкене ғана әрекеттеріңіз бізді қуантады және шабыт сыйлайды. Видеоны соңына дейін көріңіз. Лимонның адам ағзасына қандай пайдасы бар екенін және гипотония, бас ауруы, босанудан кейінгі тазарту, тістерді нығайту секілді көптеген пайдаларын айтатын боламыз. Лимон жыл бойы жасыл ағаштың жемісі. Оның құрамындағы пектин, эфир майлары, биофлавоноидтар бар. Лимон асқазандағы қорытуға көмектесетін заттардың бөлінуіне әсер етіп, ағзаға темір мен кальцийдің сіңіруін жеңілдететін энзимдарды бөледі. Өзі қышқыл болғанына қарамастан, ол асқазан суларының қышқылдығын төмендетеді. Әрине, лимон құрамындағы С дәрумені жайлы айтпай қоймасқа болмайды. Ол жалпы иммунды жүйені жақсартып, түрлі ауруларға тосқауыл болады. Лимон ағзадан қажет емес кір қоқыстарды шығаруға да көмектеседі. Мысалы, ұзақ уақыт дәрі, антибиотик қабылдасаңыз, лимонның көмегімен бауырыңызды улы заттардан тазартсаңыз болады. Лимон шырыны мен қабығы антисептикалық қасиетке ие. Онымен жараларды сүртіп, ерітіндісімен тамақ шайса болады. Лимон қан құрамындағы холестерин деңгейін төмендетіп, тәбетті ашады. Егер сіздің тістеріңіз ақ, ал тамырлары мықты болсын деп тілесеңіз, тістеріңізді лимонның қабығымен ысқылаңыз. Судың адам ағзасына қаншалықты пайдалы екені бізге белгілі. Күн сайын аш қарынға бір стакан таза су ішу керектігін мамандар үнемі айтып келеді. Сондай-ақ суға лимон тілімдерін қосып ішкен дұрыс екені дәлелденген. Лимон тілімдері қосылған суды денсаулық сусыны деп те атайды. Ол иммунитетті жақсартуға, ұмытшақтық пен қан аздық сияқты сырқаттардың алдын алуға көмектеседі. Егер жүрегіңіз айныса, жүрегіңіз айнып, майлы тамақ жегеннен кейін құсқыңыз келсе, жарты лимонның шырыны мен жарты шай қасық ас содасын араластырып ішсеңіз, ауруыңыз бірден басылады. Лимон құрамындағы магний, калий мен С дәрумені жүрек және жүйке жүйесін жақсартады. Қан қысымын қалыпқа келтіреді, теріге нәр береді, тырнақ пен шаштың өсуіне әсерін тигізеді. Сондай-ақ артық салмақтан арылтады. Ол үшін күнделікті бір стақан лимон қосылған суды 3 мәрте қабылдау керек. Лимон қосылған қайнатылған жылы су бауыр, өт, бүйрек ауруларының алдын алып, ағзаны зиянды қалдықтардан тазартады екен. Егер сіз тістеріңіз ақ әрі мықты болсын десеңіз, тістеріңізді күніне таңертең лимонның қабығымен ысқылап жүргеніңіз пайдалы болады. Және сонымен қатар бұл сусынның құрамында терідегі дақтарды кетіріп, безеу мен әжімнің түсуіне жол бермейді. Күнделікті таңнан кешке дейін лимон қосылған су жүйке жүйесінің жұмысын қалыпқа келтіріп, бойға күш-қуат пен сергектік береді екен. Күйзеліс пен көңілсіздіктен арылтады. Бұл шырын жаздың аптап ыстық күндері шөлді, қыстыгүні жанға жылулық пен күш сыйлайды. Біз лимонды күнделікті тірлігімізде тамаққа пайдаланып, коктейльге қосамыз. Ол сондай-ақ косметикалық құралда. Осыған байланысты бірнеше кеңесті назарларыңызға ұсынамыз. Таза лимон шырынымен беттің және қолдың терісін сүртеді. Ол дақты кетіруге көмектеседі екен. Егер лимонның шырынын өкшеге, тізеге, шынтаққа жақсаңыз, қатайған теріні кетіру анағұрлым жеңілдейді. Қолдың терісін жұмсарту үшін иіс су мен косметика сүтін араластырып, ұйықтар алдында қолға жағып жату керек. Бірінші күні ақ қолыңыз жұп-жұмсақ болып шыға келеді.
Егер қолыңыз жарылып кетсе, теріңіз қатайса, жетісіне 1 рет мына процедураларды жасау керек. 2 ас қасық толы лимон шырынын, 4 ас қасық толы құрғақ сүт және 6 ас қасық толы ұн, сұлы бидай қоссаңыз да болады. Қосып жасалған қоспаға қолыңызды 10 минут батырып отыру керек. Маникюр жасар алдында саусақтарды батыратын жылы суға кішкене ғана лимон шырынын қосса, тері жұмсарып жақсы алынады. Дәстүрлі түрде суық тиюдің тиімді құралы болып саналатын цитрус жемісінің шырынды целлюлозасының қышқыл дәмін көпшілік жирвидің күзгі-қысқы кезеңімен байланыстырады. Бірақ шын мәнінде лимонның қолданылуы қандай? Дәрігерлердің назарын аударуға тұрарлық жеміс құрамында не бар және лимонды қолдануға қарсы көрсетілімдер бар ма? Лимонның дәмі мен емдік қасиеттерін біздің ата-бабаларымыз бірнеше мың жылдықтар бұрын бағалаған. Үндістан мен Қытайда жемістер құрметтеледі. Біраз уақыттан кейін олар Мысырда және Жерорта теңізі елдерінде пайда болып, осы аймақтардың іс жүзінде туған жеріне айналған екен. Лимонның пайдасы мен зияны, дұрыс тамақтанудың құпиялары. Лимонның жемісі ең алдымен жарқын, сары түсті және қышқыл дәмімен танымал болып келеді. Әрқайсысы алма немесе апельсин тәрізді лимонды толықтай тамақтана алмайды, бірақ бұл цитрус сусындар, десерттер, салаттар, тұздықтар мен ет тағамдарында өте жақсы. Тамақтанудағы аспаздық әмбебаптан басқа лимонның ерекше емдік қасиеттері бар. Бұл адам ағзасына көп қырлы әсер ететін ең пайдалы жемістердің бірі болып саналады. Лимонның басты құндылығы бұл қосылыс ағзадағы зат алмасу процестеріне белсенді түрде қатысады және көптеген функцияларды орындайды. С дәруменінің жоғары мазмұны болып табылады. С дәрумені антиоксидант қорғанысты қамтамасыз етеді. Иммунитетті қабынуға қарсы әсері жақсартады. Темір сіңуін жақсартады. Лимон қандай ауруға шалдықсаңыз да көмектесетін жеміс түрі, өйткені оның құрамында дәрумендер, пайдалы элементтер көптеп кездеседі. Тамағыңыз, ішіңіз, тіпті бауырыңыз ауырса да бірден лимонды еске алыңыз. Тамақ ауруы. Тамағыңыз қатты ауырған кезде лимонның жартысын алып қабығымен бірге жеңіз. Ащы, бірақ өте пайдалы болып келеді. Сонымен қатар лимон шырынымен де тамағыңызды шайсаңыз болады. Ол үшін лимонның 3-тен 1 бөлігін алып, сумен араластырып, тамағыңызды сағат сайын шайып тұрыңыз, немесе күніне 3 рет тамағыңызға жағыңыз. Бронхы қабынуы бронхит кезінде. Жүрегіңіз айныса, лимонның қандай пайдасы бар? Жүрегіңіз айнап, майлы тамақ жегеннен кейін құсқыңыз келсе, жарты лимонның шырыны мен жарты шай қасық ас содасын араластырып ішсеңіз, ауруыңыз бірден басылады. Бауырдың қабынуы гепатит кезінде. Мұндай ауруға шалдықсаңыз, лимон суын немесе шырынын күн сайын міндетті түрде тұтынуыңыз керек. Ол үшін лимонның қабығын ашып, 2-ге бөліп, үстіне қайнаған су құйып, 12 сағатқа қалдырыңыз. Дайын болған соң 1 стаканнан аш қарынға ішуді ұмытпаңыздар. Достар, назар аударыңыздар. Қандай ем қабылдамас бұрын дәрігерден кеңес алыңыз. Видео пайдалы болған болса, арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп-көп алғыс айтамыз.